Қайырлы таң балалар. Қазақ тілі сабағының бірінші сабағын бастаймыз. Жанды табиғат бөлімі бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз тіл және сөйлеу. Бұл сабақта балалар сөйлеу дегеніміздің не екенін, оның не арқылы жүзеге асатынын және түрлерін ажыратуды үйренеміз. Сол сияқты сөйлеудің не үшін қажет екенін ұғынып, тіл арқылы жүзеге асатынын түсініп, ауызекі және жазба тілде сөйлеу ерекшеліктерін білетін боламыз. Балалар, табиғат дегеніміз не? Бұл бізді қоршаған орта, тау, тас, адам, өсімдік, жануар және де көптеген табиғатта нәрселер бар. Балалар, оны өлеңмен былай жеткізуге болады. Табиғат тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнықтырған, бәрі менің өмірім сен сыйлаған, туған елім, отаным Қазақстан. Балалар, әрқашан табиғатты аялап, қастерлеп, туған еліміз, отанымызды да сүюіміз керек. Сөйлеу дегеніміз не, балалар? Азғана мағлұмат алайық. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Сөйлеу ғажап құбылыс. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән қасиет. Сөйлеу сұрақ, жауап, әңгімелеуден тұрады. Ендеше балалар, бүгін сөйлеу туралы білімімізді одан әрі арттыру үшін бейнебаянды тамашалап алайық. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы Қуаныш. Менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскен шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ-жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз. Балалар, тіл және сөйлеудің не екендігі түсінікті болса, ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 4-ші және 5-ші бетін ашық қояйық. Онда 5-ші бетінде бірінші жаттығу бар, оны ауызша орындаймыз. Сонымен сөйлеу не үшін қажет екен? Ол не арқылы жүзеге асады? Астындағы сызбаларға қарай отырып жауап береміз. Екінші жаттығуды да біз ауызша орындайтын боламыз. Өлеңді мұқият тыңдайық. Тұрсын Елеусізұлының өлеңі. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қас қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр, мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Енді шығармашылық тапсырманы орындайық. Өлеңге назар аудара отырып, сұрақтарға жауап береміз. Тіл қатқан бұл не? Өлеңге қараймыз, торғай сайрап тіл қатты дейді. Ал жұмбақ шешкен не? Бөдене шешті қиын жұмбақты дейді.
Бұл қандай өлең, балалар? Құстар сөйлей ме? Әрине, бұл өтірік өлең. Балалар, енді жазбаша тапсырма орындайтын боламыз. Алдымен дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, тақырып жазып алайық. Одан соң А әрпін әдемі көркем етіп саламыз. Содан соң үшінші жаттығуды әдемі көркем етіп жазатын боламыз. Қараймыз. Әрқашан жаттығуды жазатын кезде азат жолдан бастаймыз. Яғни екі саусағымыз тастаймыз. Енді мына мол азыққа кенелген жеткізді деген жерде тағы да азат жол бар. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді дегенде бұл жерде де азат жол бар. Және де бұл жерде қауіп қатер деген сөзге қарайық. Қауіп қатер деген сөзде бұл негізі қос сөз. Егер жазу жолына қауіп қатер деген сөз сыймай қалса, келесі жолға жазғанда да мына жерге де сызықша қою, дефис қою арқылы көшіреміз. Балалар, енді 5-ші жаттығуды өлеңді жатқа жаз дейді. Өлеңді жатқа жазып алайық. Алдымен жаттап аламыз, одан соң әдемілеп дәптерге көшіреміз, қателеріміз тексеріп жөндейміз. Ал одан соң сабағымыздың соңында кері байланыс береміз. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.